Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ана тілі оқулығының 18-ші сабағын өтетін боламыз. Жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Сабақ басталмас бұрын арнама тіркеліп кетіңдер. Бірінші жаттығу. Өлеңді тыңда, жаттап ал. Ел таңбасы елімнің. Ел таңбасы елімнің, неткен айбат әдемі. Тұнығындай көңілдің, ортада аспан әлемі. Құт береке шаңырақ, орын алған ол төрден, қанатты қос арғымақ, екі жақтан көмкерген. Сұлтан Қалиұлы. Айбат деген әдемі, әсем деген сөз. Өлең не туралы деді? Ол елтаңба туралы. Ақын елтаңбаны қалай суреттеген дейді? Әдемі, айбат, құт берекенің, аспан әлемнің бейнесі суреттелген. Екінші жаттығу. Көркем жаз. Ту, елтаңба, гимн, елдігімнің белгісі. Осылай әдемі қылып көшіріп жазамыз. Үшінші жаттығу. Сөздерді жұптап оқы. Сөздердегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айт дейді. Құз, көз. Құз дегенде о жуан, жуан естіледі. Көз дегенде, яғни жіңішкеге ауысып жатыр. Жіңішке дауысты дыбысқа ауысып жатыр. Тұр, төр, сүр, сор. Яғни бұл жерде жіңішкеден жуанға ауысып жатыр. Ұш, о жуан. Үш дегенде жіңішке. Өн, он. Ө дегеніміз жіңішке, о жуан. Төртінші жаттығу. Жатқа жаз. Ұн, үн. Қапта ұн, құста үн дейді. Авторы Ескене Любай. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.